Сәлем баршаңызға, достар. Бүгін сіздермен өте дәмді тефтели сорпасының рецептімен бөлісетін боламын. Мен алдын ала заттарын осылай турап дайындап алдым. Бізге сәбіз, картошка, пияз, помидор керек болады. Барлығын осылай формада турап кесіп алдым. Алдымен пиязымызды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Қызартып қуырып болғаннан кейін біз помидорымызды саламыз бетіне және бір қасық томат саламыз. Жақсылап қызартып қуырып аламыз. Жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін артынша сәбізімізді саламыз. Тағы да 1 минуттай қуырып аламыз. Не осындай қып-қызыл болып қуырылады. Сосын біз туралған картошкаларымызды салып тағы да араластырып қуырып аламыз 1 минуттай. Артынша тұзымызды саламыз және бұрышымызды саламыз. Барлығын араластырып қуырып болғаннан кейін 1,5 литрдей су құйып қайнағанын күтеміз. Суымыз салқын болуы тиіс. Сол аралықта біз тефтелдерімізді дайындап аламыз. Бізге осындай ыстық суда жібітілген күріш қажет болады. Мен алдын ала жібітіп қойдым. Және 300 граммдай тартылған ет керек болады. Және 2 пияз керек болады. Пиязды мен блендерден тартып алдым. Артынша петрушкамызды саламыз. Және дәміне қарай тұз саламыз. Дәміне қарай бұрыш. Және қызыл паприка салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Барлығы біріккенше міне осылай араластырып аламыз. Біздің фаршымыз дайын болды. Енді ыдысымызды дайындап, осылай қолымызбен домалақтап шығамыз. Тефтелдеріміз шашырап кетпеу үшін қолымызбен бірінші қысып аламыз осылай, сосын домалақтап шығатын боламыз. Сонда біздің тефтелдеріміз шашырамай әдемі болып шығады. Міне біздің бір тефтеліміз дайын болды. Барлығын осылай жасап шығамыз. Видеода көрсетілгендей жасарсаңыздар, сіздердің тефтелдеріңіз шашырамай әдемі болып шығады. Біздің тефтелдеріміз дайын болды. Мінекей, сол аралықта біздің сорпамызда қайнап шықты. Бетінде көбігі шықса, осылай видеода көрсетілгендей көбіктерін барлығын алып тастаймыз. Алып болғаннан кейін енді біз тефтелдеріміз барлығын салып аламыз. Осылай ақырында видеода көрсетілгендей барлығын жаймендеп салып аламыз. Және де біздің тефтелдеріміз 30-35 минутта пісіп шығады. Не біздің тамағымыз пісіп шықты, өте дәмді болып, ешқандай да езілмеген біздің тефтелдеріміз осындай болып шығады. Піскен-піспегенін ортасын ашып көрсеңіздер болады. Күріші кішкене іссе, уже біздің сорпамыз дайын деген сөз. Бетіне осылай қалаған аскөктеріңізді салып ішсеңіздер болады. Не біздің тефтели тамағымыз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің рецептімен жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын, сіздермен болған Динара.